Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай трайфлды қалай жасауға болатындығымен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен бисквит пісіреміз. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқаны салып, миксермен араластырамыз. Шекерді салып араластырамыз. Шекерді аз-аз бөліктен салған дұрыс. Сол кезде шекер жақсы ериді. Басқа ыдысқа ұнды, қопсытқышты какаоны араластырып, оны үккіштен өткізе отыра аз-аз бөліктен салып, миксермен араластырамыз. Міндетті түрде үккіштен өткізген дұрыс. Сол кезде ұнымыз түйіршіктеліп қалмайды. Дайын болған қамырымызды табаға салып, жайып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Бисквитіміздің піскен-піспегендігін спашка көмегімен немесе шырпының көмегімен тексеруге болады. Енді кремді дайындаймыз. Ол үшін клейгейді жақсылап миксермен араластырамыз. Клейгей салқын болғаны дұрыс. Үстінен қант ұнтағын аз-аздан салып отырып, жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Үстінен сүзбелі ірімшікті салып, жақсылап крем қоюланғанша араластырып, крем дайындаймыз. Крем осындай қоюлықта болу қажет, қатты болмау керек. Консистенциясы осындай болу керек. Енді суыған бисквитті екіге бөліп, қолымызбен ұнтақтаймыз. Блендермен ұнтақтауға да болады. Мен трайфлды екі түрлі ыдыста жасаймын. Бірі трайфлдың өзінің арнайы ыдысы, екінші кез келген шұңғыл ыдыс. Үгітілген бисквиттерді ыдыстарымызға салып аламыз. Үстінен крем жағып шығамыз. Үстінен банандарды тізіп шығамын. Кез келген жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Үстінен крем жағамыз. Үгітілген бисквиттерді салып, үстіне крем жағып шығамыз. Дайын болған трайфлдың үстіне ерітілген шоколадты құйып, бір тегіс етіп жағып аламыз. Трайфлды өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Мен жаңғақ дәндері мен кәмпиттермен әсемдедім. Дәмі тіл үйіретін керемет трайфлдарды үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған ләззат. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда жаңа рецепттер күтіңіздер.